Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті пирогым, творожный пирогының рецептісін ұсынғым келеді. Мен өзім білген барлық рецепттердің ішінен ең керемет рецепт деп айта аламын. Өте керемет болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін қанттың үстіне бір дана жұмыртқаны салып, венчикпен кішкене қантымыз ергенше жақсылап араластырып аламыз. Енді бұны бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майдың үстіне салып, кішкене тағы араластырып аламыз. Оның үстіне қопсытқышты және ванилинді салып, тағы араластырамыз. Енді електен өткізілген жоғары сұрыпты ұнды салып, жұмсақ әрі әдемі қамыр илейміз. Осы рецепттің барлық құрамын видеоның астына жазып қойдым. Қамыр көріп тұрғандарыңыздай әдемі жұмсақ болып шықты. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды алып, бірден жұмыс жасай берсеңіздер болады, немесе тоңазытқышқа 30 минутқа салып қойсаңыздар болады. Енді астыңғы бөлігін осылай видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Мен қамырды тоңазытқышқа қойған жоқпын, бірден жұмыс жасап жатырмын. Енді қамырды шеткі бөліктеріне салып шығамыз. Енді саусағымызды бүгу арқылы шетін басып шығамыз. Енді шаңышқының көмегімен осылай шеттерін тегістеп аламыз. Шеттерін түзулеп болдық. Енді сол түзулеген кезде үстіне көп қамыр кетіп қалды. Енді ол қамырды шаңышқының көмегімен тегістеп шығамыз. Артылған қамырды астыңғы бөлігіне салып шықсаңыздар да болады, немесе алып тастауға болады. Мен артылған қамырды астыңғы бөлігіне салып шықтым. Одан кейін қолымызбен бір қайтара тағы тегістеп шығамыз. Енді үсті тегіс болу үшін шаңышқының көмегімен басып шығатын боламыз. Егер де сіздерде тегіс болғанына сенімді болсаңыздар, үстіне басу міндетті емес. Енді қамырымыз әдемі дұрыс пісу үшін шаңышқымен осылай астын тесіп шығатын боламыз. Дайын болды. Енді тоңазытқышқа сала тұрамыз, себебі қазір начинкасын дайындаймыз. Салмасына ең жоғары майлылықтағы, яғни 9%-дан жоғары майлылықтағы кез келген сүзбені пайдаланамыз. Енді үстіне қант, жұмыртқа, қаймақты саламыз. Бұл ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында тұрғаны дұрыс. Менде қаймақ 20%-лық дүкеннің қаймағы. Енді блендермен ұсақталғанға дейін езіп шығатын боламыз. Егер де сіздерде блендер болмаса, миксермен де жасауға болады. Сүзбелі бәліштің миксермен және үйдің сүзбесімен жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Жоғарыда сілтемесі шығады, басып көрулеріңізге болады. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, салмамызды саламыз. Осы уақытта пешті қыздыруға қоямыз. Енді салып болғаннан кейін бетін осылай видеода көрсетілгендей етіп тегістеп аламыз. Дәл осы кезде өзіңізде бар жеміс-жидектерді салуға болады.
жеміс жидекті салатын болсаңыздар, жүгері крахмалын аунатып барып бірақ салыңыздар. Сол кезде пісіп шыққан кезде қатты жарылып шықпайды. Қысып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Сіздің пештеріңізге де байланысты. Пирогымыз пісті, осылай кішкене көтеріліп пісті. Қазір суығаннан кейін басылатын болады. Пирогты ыстық күйінде формасынан алмаймыз. Толық 1 немесе 1,5 сағаттан соң ғана формасынан аламыз. Мінекей пирогымыз толықтай дайын. Мен пирогты толық суығаннан кейін ғана кесіп көрсетіп жатырмын. Дәмі өте керемет, әрі жұмсақ болып шықты. Мен сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Дәл осы рецепті жасап көріңіздер. Кейін міндетті түрде пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Гүлайым. Соңына дейін қарап көргендеріңіз үшін көп рахмет.